أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Он жетінші аятта былай делінген: расында төрелік күні белгіленген бір мерзім, яғни есеп-қисап күні Алла тағала құзырында белгіленген күн. Қиямет күні ешбір ілгерілемейді және кейінге қалдырылмайды. Шын мәнінде қияметтің мерзімі барлық жаратылысқа билік етуші Алла тағалаға ғана аян. Қияметтің бөлу, төрелік ету күні деп аталуының себебі, ол күні Алла тағала пенделерінің арасында төрелік етіп, жақсы мен жаманның арасын бөледі. 18-ші аят. Сүр үрілген күні сендер топ-топ болып келесіңдер. Сүр екінші рет қабірдегілерді тұрғызу үшін үрленген кезде пенделер қабірден топ-тобымен және тайпа-тайпа болып тіріліп келеді. 19-ші аятта көктер ашылып, есіктер пайда болады делінген. Келесі аяттарда қиямет күнінде орын алатын қорқынышты жағдайлардың көрінісі суреттеледі. Төбедегі көк аспандар жарылып, көптеген есіктер пайда болады. 20-ші аятта былай делінген: ал таулар жүргізіліп, сағымға айналады. Таулар өз орнынан жылжытылып, қарағанда сағым сияқты қалқып тұрады. 21-ші аят. Расында тозақ күтіп тұрушы. Яғни тозақ өз дұшпанынан есесін алу үшін тасада аңдып тұрған адамдай кәпірлерді бақылап күтуде. Тозақ Алла тағаланың дұшпандарын жалындаған отымен азаптау үшін күтеді. 22-ші аятта былай делінген: шектен шыққандар үшін оралар жер. Шындығында тозақ шектен шыққандардың барар жері. Келесі аятта олар онда ғасырлар бойы қалып қояды. Олар тозақта мәңгі шектеуі жоқ уақытқа тұрақтайды. Құртуби: кәпірлер тозақта ғасырлар бойы қалады. Бір ғасыр кетсе, артынан тағы бір ғасыр келеді. Өйткені ақырет уақытының шегі жоқ деді. Келесі аятта былай делінген: олар онда салқынды да, сусын да татпайды. Олар тозақта жан түршіктірер ыстықтан қорғайтын салқынды да, шөлді басатын сусынды да сезін алмайды. 25-ші аят.
бірақ қайнап тұрған су және іріңшет делінген. Сусын етіп тек қатты қайнап тұрған су және тозақта азаптаушылардың бойынан аққан ірің беріледі. 26 аят. Қылмыстарына сай жаза ретінде. Яғни, бұл олардың дүниедегі істеген күнәлары мен күпірлігіне тиісті сыбағасы. 27 аятта шындығында олар есепке тартылуды ойламаған еді делінген. Яғни, тозақтағы кәпірлер тіршілігіндегі істеріне есебін береміз деп ойламады. Олар Алла тағала құзырына баратындығына сенбеді. Сондықтан да оларға берілген жаза әділ. Келесі аятта ал аяттарымызды болса өтірікке шығарған еді. Сондай-ақ кәпірлер Алла тағаланың қайта тірілтуді көрсететін белгілерін жоққа шығарып, Құран аяттарын өтірік деп мойындамады. 29 аятта былай делінген. Біз әр нәрсені жазып, есепке алып сақтадық делінген. Яғни, әрине, олардың бұл жасаған қылмыстары мен күнәларын, айтқан сөздерін, істеріне лайықты жаза беру үшін амал дәптеріне жаздық. 30 аятта былай делінген. Енді татыңдар. Ал енді сендерге азаптан басқа еш нәрсені еселемейміз делінеді. Тәпсіршілер, Құран кәрімде тозаққа түскендерге бұл аяттан ауыр келетін аят жоқ. Олар бір азаптан сақтауды сұрап жалбарынған кезде, екінші азаптың түрімен жауап беріледі деген екен. Бұл аяттарда тозаққа түскен бақытсыздардың жағдайы бейнеленген.